ескерткен адам. Жер бетінде ең алғаш рет Даджалмен ескерткен пайғамбар кім екен? Нұх пайғамбар, біліп жүріңіздер. Бұл хадисте де келеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Мен де ескертем дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Бірақ екеуміздікі екі түрлі дейді. Ал қара, қызық басталды. Нұх пайғамбар қауымына ескертіп жатыр. Ертең Даджал келіп қалуы мүмкін деп жатыр Нұх пайғамбар. Иманға келіңдер, Даджал келіп қалуы мүмкін, сендерді тозаққа қарай сүйреп алып кетеді деп айтып жатыр. Бірақ Нұх алейхиссалам Даджалдың бір сипатын айтпай кеткен дейді. Ана қараңыздар. Бізге рахат жақсы болды да, бізге де тастап кетсе болатын еді. Ертең қияметтің үлкен белгілерінен Даджал шығады, оған ермеңдер десе, сөйтіп айтса болады, негізі болады, сол жеткілікті. Бірақ бізге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соқырға таяқ ұстатқандай етіп сипаттап кеткен ғой, басынан аяғына дейін. Көрдіңіз ба? Не істемес үшін? Ілесіп, еріп кетпес үшін дейді, бірақ үмметтің ең көбін тозаққа сол алып кетеді дейді. Мұхаммед пайғамбардың үмметінің ең көбін кім алып кетеді? Мәсіх Даджал алып кетеді. Бұл білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен сендерге Даджал туралы айтам, фа иннаху ағуар деп айтқан. Ағуар деген көзі солып қалған деген. Яғни екі көзі бар, бірақ бір көзіне солып қалған. Қазір барлық жерде бір көзді не қылып жатыр? Хит қылып жатыр, реклама қылып жатыр. Адамдардың миын әдемілеп дайындап беріп жатыр ғой. Ертең бір көзді бірдеңе болып жатса, ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Бұл табиғи нәрсе деген сияқты адамдарды дайындап жатыр. Ол сендердің раббыларыңмын деп айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ сендердің раббыларың одан пәк дейді. Оның бір көзі бір хабарда оң көзі дейді, екінші хабарда сол көз дейді. Қалай болса да бір көзі солған жүзім сияқты дейді, андай қалай ақ біткен көз сияқты ғой, бір көзі ақ біткен көз сияқты. Сондай жалпақ адам дейді, қызыл өңді, хадистерде келген, маңдайында кәфір деген жазуы бар дейді. Ана қарасаңшы, соған дейін айтып кеткен ғой, шатасып қалып жатсыңдар. Оны әрбір сауаты бар адам, сауаты жоқ адам оқи алады дейді. Көрдіңіз ба? Маңдайындағы кәфір деген жазуды оқи аласыз да. Сөйтіп ол келеді дейді. Жердің бетінде 40 күнге ғана келеді дейді. Болды. 40 күнде бұл үмметтің ең көбін тозаққа сол алып кетеді дейді. Бірінші күні бір жыл сияқты болады дейді. Екінші күні бір ай сияқты, үшінші күні бір апта сияқты, төртінші күнінен бастап сендердің күндерің сияқты болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни ол кірмеген жердің бетінде қауым болмайды. Жылдамдығы нөсерлеп жауған жауынның жылдамдығындай дейді, есіп отырады дейді. Сондай нәрсені беріп қойған Алла тағала артына бүкіл дүниенің хазаин дейді ғой, жаңағы қазыналарын ілестіріп қойған дейді артына. Суы да, көлі де, шөбі де, малы да артында ілесіп жүреді екен. Ол шығатыннан бұрын жердің бетінде өйткені жұт болады дейді. Қараңыздар. Адамның әлсіз жерлерінен ұстап алады да бұл. Қауымға келеді дейді. Қауымға келеді, жұт болып жатқан қауымға келеді екен де, егер де мені Құдай деп иман келтірсеңдер, көктеріңнен жаңбыр жаудырам деп айтады екен. Жерден шөп шығарып, малдарыңды көбейтіп берем деп айтады екен. Сонда ана қауымға көкке бұлтты шақырып, жаңбыр жаудырып, жерден шөпті шығарып, малдарын көбейткен кезде, сен Раббымызсың деп қауым түгел иман келтіреді дейді. Қауым. 3-4 адам емес, малы жоқ. Адам аш болған кезде бар ғой. Аш болсаң өз-өзіңе ұқсамайсың деген сол. Аш болған кезде адам, тарыққан кезде адам барлық нәрсеге бара береді. Сіздер білесіздер ма, тарих кітаптарында жазған, мынау ашаршылық біздің елдегі кешегі болған қолдан жасалған ашаршылықтың кезінде баласын жеп қойғандар бар, баласын. Өзің балаңды өзің жей аласың ба? Аман қалу үшін өзінің баласын қуырып асып жегендер бар, сорпа қылып ішкендер бар. Адам өзінің баласын өзі жей ала ма негізінде? Жоқ. Бірақ тірі қалып қою үшін адамдар сондай нәрсеге барған. Көрдіңіз ба? Сол аштықтың, жұттың кезінде келіп, аналар қараса адамның әлсіз жерінен ұстап алып тұрған. Кейбір қауымдардың ішіне кіріп, қабірлерге барып, әке-шешелерін тірілтіп береді дейді хабарларда. Көрдіңіз ба? Әке-шешелерін тірілткен кезде, міне бүгін сенің Раббымыз екендігіне тағы да көзім жетті деп айтады екен жағалар. Сондай Даджал деген бұл өтірікші деген, кәззап деген, қазақша аударғанда. Айтатынның бәрі өтірік, істейтіннің бәрі өтірік, бірақ Алла
оған тек қана мүмкіншіліктерді берген ең ауыр сынақ қылып дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр сынақ бұл Мәсіх Даджалдың сынағы дейді. Жер бетінде ондай сынақ болған емес, болмайды да дейді. Көрдіңіз бе? Ең ауыр сынақ бұл Даджалдың сынағы екен. Біреулер ойлайды екен, ол қашан, ол Даджал келмесе мен барымыз жоқ. Жоқ. Егер де біреуі басталып кетсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бір қияметтің белгісі басталып кетсе, үзілген моншақ сияқты пытырлап кетеді дейді барлығы. Бірінен соң бір адам бүкіл қияметтің үлкен белгісін көріп шығуы мүмкін бір өзі. Сол моншақ сияқты пытырлап бірден соң бірі кетіп қалады дейді. Демек, мына біздің қазіргі болып жатқан сынақтар бар ғой, біз әшейін сынақтарда екенбіз да. Ол келген кезде анау адамдарды жұтып алып кетеді дейді ғой, жұтып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, оның жанына келген адам екі нәрсені көреді дейді. Бір қолында су, бір қолында оты болады дейді. Егер де кездесіп қалып жатсаңдар, негізі кездеспеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Барынша қашып кетіңдер дейді. Көрдіңіз бе? Бірақ та кездесіп қалып жатсаңдар, суына емес, отына бар да көзіңді жұм деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ адамдар соны біліп тұрып, ана суының көркемдігі адамды баурап кетеді де, отқа барам деп тұрған адам суға қарай кетіп қалады дейді. Көрдіңіз бе? Мен имандымын, мен ғалыммын, мен тақуамын дегендерің алдарына шықпаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мүлдем алдына шығуға болмайды, ананың бар ғой. Алдына шық, өз имандарыңа өздерің күмәнданып қаласыңдар дейді. Бұның бәрі хадисте келген. Ғалымдар, үлкен тақуалар оның алдына барғанда солай иланып қалып жатқан болса, біз құсаған қатардағы жауынгерлерге Раббымыздың рахым болсын. Алланың амандығы болмаса бар ғой, алып кетеді. Көп ғалымдар айтқан, әсіресе әйел кісілерді байлап болса да ұстап қалыңдар деген. Үйлеріңде байлап болса да ұстап қалыңдар. Өйткені олар естіген нәрсесіне иман келтіріп кете береді дейді. Ойбай, анау бір не келіпті? Жаңбыр жаудырады екен, шарбағыңнан андай нелер шығарады екен десе, қойш деп, сояққа барып анаған иман келтіріп кетуіне әбден мүмкін екен. Сондықтан оны байласа да ұстап қал деген сөзі, отбасыңды тозақтан сақтап қал деген сөз екен. Көрдіңіз ба? Енді бұл өте ауыр, Даджалдың несі үлкен тақырып қой негізі, Мәсіх Даджалдың тақырыбы. Онымен кездескен сахаба туралы да айтылады тарихта. Тамим ибн Аус ад-Дари деген сахабаның оқиғасы бар Даджалмен кездескендігі жайында. Христиан болған Шам жерінде Палестинадан шығып, теңізге шықтық, сапарлатып 30 кісі болып дейді. Жолда кемеміз аударылды, толқынның астында қалдық. Сөйтіп бір аралда тұрдық дейді ғой, есіміз жисақ. Сол хадису джассаса деп айтады. Джассаса деген жаңағыдай бір күзетші сияқты, тыңшы сияқты бірдеңенің хадисі деп аталады хадисін. Имам Муслимде келген сахи хадис. Сонда жаңағы жүн басқан дейді. Денесінің бәрі жүн дейді. Сонымен кездесіп қалдық. Сөйтіп анау біздің хабарымызды біліп тұр дейді ғой жаңағы. Сендерді үңгірде бір адам, жаңа бір жаратылыс күтіп отыр дейді. Барыңдар соған. Сөйтіп бұлар 30 кісі болып барсақ, қолы менен тізесі қосып, ұмытпасам солай, қолы менен тізесі қосылып кісенделген біреу отыр дейді қараңғыда. Сөйтіп сендер кімсіңдер деп айтты. Біз осындай өстіп аралға келдік дейді. Ақырғы заманның пайғамбары шықты ма деп айтады дейді. Шықты дейді. Ол арабтармен соғысты ма дейді. Яғни өзара ішіндегі соғыстар болды. Кім жеңді? Бірде анау жеңді, бірде. Табария көлінде су бар ма деп айтады дейді. Табария деген қазіргі Израиль мен Сирия, Иорданияның ортасындағы, орысша Тверия деп аталады, Табария көлі. Жер бетіндегі ең тұщы көлдің біреуі сол. Ішуге жарамды. Сол көлдің суы бар ма дейді, қарасаңызшы. Бар, адамдар одан пайдаланып жатыр дейді. Жақында ол тоқтайды дейді. Яғни тартылады дейді. Естіп жатсыздар ма, хабарлардан тартылып жатқан? Табария көлінің ортасынан арал шыққан жігіттер. Арал, остров шығып жатыр. Остров қашан шығады? Көл тартылған кезде шығады. Жақында ол тартылады деп айтады дейді. Мүмкін емес деп айтады, андай үлкен көл. Кеше телевизордан шығып жатыр, қарасаңыздар, Табария көлінің ортасынан арал шыққан. Екінші дейді, Бисанның құрмаларын айтып беріңдерші маған деп айтады. Бисан деген Табария көлінің батыс бөлігіндегі қала, қазіргі Палестина жерінде. Бисан деген жер.
Сұлтан Бейбарыс атамыздың моңғолдармен Айын-Жалют деген шайқаста соғысқан жері, Бисан деген жер. Моңғолдарды жеңіп, Кетбұған жеңіп, ислам әлемін сақтап қалған. Білесіздер ғой, ислам әлемін 3 адам сақтап қалған дейді. Соның біреуі Захир Бейбарыс дейді. Сұлтан Бейбарыс. Қалған екеуін кейін сабақтарда айтып беремін. Кіріп кетеміз басқа жаққа. Сол жер, айтайын дегенім, сол аймақ жаңа Бисан аймағы деп аталады. Бисандағы құрмалар өсіп жатыр ма деп сұрайды дейді жаңа. Өсіп жатыр де. Жақында ол жердің құрмалары жеміс бермейді деп айтады. Дәл қазір интернеттен іздеп неден көрсеңіздер, Бисандағы құрмалар бұталып жатыр қазір ше. Көбісі кесіліп жатыр, көбісі жеміс бермей қалып жатыр. Сол Бисандағы тағы бір бұлақтың суы жайында сұрайды. Сол су, ол жерде су бар ма деп айтады жаңағы. Дәжжал сұрап отыр ғой. Я, су бар, адамдар онымен егіндерін суарып жатыр. Ол су жақында тартылып кетеді деп айтады дейді жаңағы Дәжжал. Сол кезде мен шығамын деп айтады. Сонда сен кімсің дейді, Тамим айтады. Кімсің сен десе, мен Мәсіх Дәжжалмын дейді. Көрдіңіздер ме? Мәсіх деген сөз сүрту деген. Исаны да Мәсіх деп айтады. Иса сүртумен емдейтін болған адамдарды. Біз ертең келеміз Исаға алейхиссалам. Бұл Мәсіх көзін сүртумен не істеніп қалған дейді, айырылып қалған дейді көзінен. Сол мен ертең неде шығамын дейді. Сол жерден шығып бұлар кетеді Тамим ибн Аус. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бірден Палестинаға емес Мәдинаға келеді дейді ғой. Мәдинаға келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға таң намазының алдында жолығады. Таң намазының алдында жолығып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бүкіл болған оқиғасының барлығын айтып береді дейді. Жер бетіндегі тұңғыш сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға риуаят еткен дейді. Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хабарды риуаят етеді ғой сахабаларға. Бұл алғашқы сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға хабар риуаят еткен дейді. Сөйтіп сол жерде исламды қабылдап, кейін жер бетіндегі ең тақуа мұсылмандардың қатарына айналып кетеді. Тамим ад-Дари деген сахаба. Енді ол өзінің өмірбаяны ұзақ. Жалпы айтайын дегеніміз, осы жерде Мәсіх Дәжжалмен не істеді, ол кездескен дейді. Кәдімгідей имам Муслимде келген сахих хадисте айтылады бұл. Сол Мәсіх Дәжжал, бұл Алла тағала сақтасын, бұның фитнасынан көп адамдар сақталына алмай қалады дейді, тек қана 3-4 адамнан басқа дейді. Білесіздер ғой, ғалымдарымыз айтады, ең алғашқы Дәжжалдың фитнасынан сақталынатын кісілер, біз енді Дәжжалға кіріп кетіп жатырмыз, жалпы біліп жүріңіздер деп айтып жатырмын. Мен білмеймін қашан шығатын оны. Бірақ шығып кетіп жатса дайын болайық деп жатырмын да. Ең бірінші сақ болып аман қалатын адамдар дейді ғалымдар айтады. Кахф сүресін көрген кезде оқыған адамдар дейді. Құран кәрімде Кахф деген сүре бар. 110 аяттан тұрады. Ішінде үңгірдегі балдардың оқиғасы туралы айтылған, Мұса пайғамбардың қиссасы туралы айтылған. Әр дүйсенбі күні осы жерде сабақ болып жатыр Кахф сүресінен. Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын дейді бір хабарда. Бір хабарда соңғы 10 аятын оқыған кісі Мәсіх Дәжжалдың фитнасынан аман қалады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде. Көрдің, оқу керек дейді. Көрдің, оқу керек ананы. Екінші аман қалатын кісілер дейді, ол шықты деген хабарды естіген кезде елден безетіндер дейді. Яғни Мәсіх демек дейді, Мәсіх Дәжжал жекелеген адамдарды іздеп қуып жүрмейді дейді. Қауымға кіреді, қауымды түгелмен кәфір қылады да кейін шығып кетеді екен. Келесі қауымға кетеді екен да. Сөйтіп кіреді, шығып кетеді. Қауыммен түгелмен қауымдарды мұртат қылады, діннен қайтарып алады дейді, исламнан. Қасында 70 мың яһудидің әскері бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Кетті ма екінші сақ болатын адамдар кімдер екен? Шықты деген хабарды білген кезде елден отбасын алып қашатындар дейді. Үшіншісі дейді, әрдайым намаздың соңында Мәсіх Дәжжалдың фитнасынан сақта деп дұға қылатындар дейді. Түсінікті ғой? Намаздың соңында біз анау 2 салауаттан кейін Роббана атинаны айтамыз ғой көбіне. Жақсы, ол да жақсы. Бірақ мұсылман қорғанның ішінде Аллахумма инни аузу бика мин фитнати Мәсіх Дәжжал деген дұға бар. Мәсіх Дәжжалдың фитнасынан сақта мені деген дұғасы бар. Білесіздер ғой? Осыны қосып жүріңіздер иншалла. Алла тағала бір дұғамызды болмаса қабыл қылып, Дәжжалдың фитнасынан сақтаса, өйткені ол Алланың мақлуғы жаратып қойған. Соған тек мүмкіншілік берген Алла тағала, сондай үлкен мүмкіншілік берген. Адамдардың иманын сынау үшін, осы уақытқа дейін жиғанын сынау үшін адамдардың. Көрдіңіз ба? Енді ғалымдар қазір анау телефон бірдеңе деп айтып жатыр ғой. Жоқ. Бұл телефон, бұл әшейін, бұл еронда оқ балатон қасында. Телефонды алып кетіп жатыр ғой негізі адамды. Анау мына жерге дейін апарып тастап жатыр ғой. Телефон ойнамай қалады ол шыққан кезде. Құдай сақтасын.
Төртінші сақ болатын адамдар дейді, өмірін барынша Раббысымен байланыстырған адамдар дейді. Тақуалықта әрдайым, бірақ оның өзі кездесуден сақ болсын дейді. Көрдіңіздер ма? Осы 4 сипаттағы адамдар естеріңіздер үшін Мәсіх Дәджалдың фитнасынан сақталынатындар. Жердің бүкіл жеріне кіреді, тек қана 2 қалаға кіре алмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Иә? Біреуі Мекке, біреуі Мәдина. Қашан ол 2 қалаға жақындаса, қылышын жалаңдатқан періштелер ол жерден қуып шығады дейді оны. Бірақ Құдайдың құдіреті, қараңыздар. Бірақ дейді, ол 2 қала өзінің ішіндегі мұнафықтарды сыртқа өзі шығарып береді дейді бәрібір. Мәдина қаласына барған кезде, умрада жүрген кезімізде Сабха деген жер бар. Хадисте келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келген Сабха деген жер бар. Мәдинаға умраға барсаңыздар, Мәдинаға барған кезде сол жерге таксистер апарат айтсаңыздар. Сабха деген жер Мәдинаның сыртындағы Мәсіх Дәджалдың Мәдинадан шығатын мұнафықтарды күтетін жері. Аялдама. Место встречи дейді. Сол жер. Сабха деген жер бар, сасық ана жерге біз бардық, машинамен көрдік, барып Мәсіх Дәджалдың отыратын жер үлкен бір төбе екен. Сол төбеде Мәдинадан шығатын мұнафықтарды күтіп отырады дейді. Қалай шығады ол мұнафықтар десек, Дәджал шықты деген кезде деп адамдар қалада отыра алмайды екен ше. Андай құдіреттер бар ма дейді. Ақырында шығып кетеді дейді, көргісі келеді. Ол көруге шығады дейді, бірақ иман келтіріп кетіп қалады дейді барлығы. Меккеде де сондай дейді. Көрдіңіз бе? Тек қана бір ғана жігіт Дәджалға қарсы тұрып бере алады дейді, болды. Сол Мәдинадан бір жігіт шығады екен, өзіне сенімді, сондай әке шешесін тірілтіп берсе де, міне бүгін сенің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан Дәджал екендігіне көзім жетті дейді. Сонда ана Дәджал бар ғой, оған өткізгісі келеді дейді, жаңағы сиқырлығын, өтірлігін. Өткізе алмайды дейді, өткізе алмайсың деп айтады дейді ана. Өз-өзіне сондай сенімді адам бір ғана жігіт шығады дейді Мәдинадан, болды. Алла тағала мынау Дәджалдың фитнасын сақтасын. Бұл өте үлкен фитна. Мына жерде кімді, Нұх алейхиссаламды айтамыз деп Дәджалға кіріп кетпіз ғой. Нұх алейхиссалам қауымын осылай ескерткен болса, Дәджал келеді деп айтқан ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осындай қылып сипаттарының барлығын айтып беріп кеткен. Енді сұрақ туылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл Мәсіх Дәджалдың сипаттарын қаяқтан біліп тұр деген сұрақ туылады. Шашын айтқан, көзін айтқан, иығын айтқан, аяғына дейін айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, денесін айтқан, есегіне дейін сипаттаған, есегіне дейін астында. Қараңыздар. Осы сипаттың барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қаяқтан айтып жатыр? Ол кездескен ба не екеуіне? Демек екеуі не істеген? Кездескен екен, ана қараңыздар. Исра Миғражда кездескен, айтпақшы, айтып қояйын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Байхақидің Далаил Нубуа деген кітабында келеді. Бүкіл хадис кітаптарында келеді ол. Мәдинадан шығып Ақсаға кетіп бара жатқан жолда кездеседі кіммен? Мәсіх Дәджалмен. Жолда кездеседі. Бурақта кетіп бара жатқан кезде. Сол кезде көрген оның бір көзінің ағып кеткендігін бәрін. Ау? Тырнаған ба дейді? Ау? Далаилун Нубуа деген. Тағы жазып ал, мына кітапта келеді сосын. Субулул Худа уар Рашад деген кітапта келеді. Сосын ана Далаил Нубуа деген Абу Нуайм Асфаханидің кітабы бар, сол кітапта келеді. Осы 4-5 кітап жинап қарасаң, ішінде барлығында Миғражда болған. Тағы бір кітап бар, имам Салихи Димашқидің Муъжизату ар-Расул, қалай еді? Исра уал Миғраж. В общем, сөйтіп имам Салихи ад-Димашқи деп жазсаң, шығады сол кісінің кітабы. 450 беттік Исра Миғраж туралы. Сол кісінің ішінде кітабы келтірген енді. 450 бет кітапқа Исра Миғраж жазған ана кісі бар ғой. Ойлай беріңіз, ішінде қаншама нәрсе бар. Ал кеттік, не айтып жатыр жаңа? Иса алейхиссалам сөйтіп жер бетіндегі ең ұлы фитнаның несін қояды? Нүктесін қояды. Ол фитна Мәсіх Дәджалдың фитнасы. Мәсіх Иса менен Мәсіх Дәджал кездеседі. Екеуі де Мәсіх, екеуі де демек не істейтін болған? Сипайтын болған, сүртетін болған. Мынау түсікті сипап емдейді. Мынау не істеп жүр сипап? Көзін ағызып алған сипап. Көзін уқалап, не істеп, сипап, не істеген дейді? Ағызып алған дейді, риуаяттарда айтады. Сол үшін ол Мәсіх болған дейді. Екі Мәсіх кездеседі ғой, кім жеңеді сөйтіп? Иса алейхиссалам жетеді. Оны қылышпен ұрып бүйтіп қинамайды. Демі жеткен кезде тұз сияқты ериді дейді. Қашады дейді ғой. Иса алейхиссаламды көрген кезде қашады дейді Мәсіх Дәджал ше. Біледі де кімнен қорқатын. Содан қашады анау.
бірақ демі жеткен кезде анау не істейді дейді, ериді дейді, тұз сияқты мәсіхтен жаңағы сөйтіп еріп құрайды дейді ғой, жаңа артындағы ілесушілермен бірге құрып кетеді. Сөйтіп оны бітіріп жатса кім шығады мына жақтан? Яжуж мәжуж шығады деп жатыр. Кеше Дастан ұстаздың сабағын тыңдадыңыздар ма? Құран мұғжизаларын тыңдасаңыздаршы, не деген нәрсе айтылып жатыр ана жерде. Ойбай, өмірде естімеген нәрселер айтылып жатыр ғой. Яжуж мәжуж шығады. Оны да кім тазалайды? Иса алейхиссаламның дұғасы тазалайды. Білесіздер ғой, келіп аспанға Құдайды өлтірдік деп жебе атып, ол жебе қан болып түсіп, кейін ол бұлттан құрт жеп аналар шірейді, жердің беті деген лас болып кетеді. Сөйтіп барып Иса алейхиссалам өмір сүреді, үйленеді, сөйтіп кәдімгідей жерленеді, дүниеден өтеді. Міне ол кісі келеді, оған ешкімнің несі болмасын. Бұл бізде не деп айтады? Самаи хабарлар деп айтама, не деп айтады? Ақидада самаи хабарлар деп айтады ғой, есту арқылы келетін ақиданың нелері. Соның ішінде айтып кетеді, Иса алейхиссаламға жайлы бап бар, қияметтің белгілері деген бап бар, кітап бар. Соның ішінде бап бар арнайы. Иса алейхиссаламның жерге түсуі деген. Міне сол кісі түседі, біздің үмметке алдына имамдыққа шыға алмайды бірақ.